сүт пен судың бетін түнде ашық қоймау туралы. Бір кейуана әйел болыпты. Бұрынғы уақытта 2 қабат әйелдерді босандырады екен. Бір тайпа халыққа мәлім екен. Сол кісі күндердің күнінде бейуақыт түнде жатса, кім бар-ау деген дыбыс шығады. Шығып қарайтын өзінен басқа ешкім жоқ. Жауап бермей жата береді. Сәлден соң жаңағы дауыс тағы қайталанады. Кейуана тұрып, ақырын есіктен қарайды. Қараса ешкім жоқ. Бұл қалай деп таңырқап қайта жатады. 3-ші рет әлгі дауыс тағы шығады. Түрегеліп қараса, есік алдында 2 ақ боз атты кісі тұр екен. Түр-түстері бөтен, өзгеше. Сіз қорықпай бері келіңіз, дейді олар. Біздің жұмысымыз, біздің бір жас келініміз босана алмай жатыр. Соны босандырып беріңіз, дейді. Өзіміз әкеліп тастаймыз. Амал жоқ, келісуге мәжбүр болады. Сөйтеді де әйелге айтады: 2 көзіңізді тас жұмыңыз, ешқандай ашпаңыз. Ашсаңыз майып боласыз, дейді. Көзді тас жұмып алған, жер сілкінгендей салдыр-гүлдір жетіп барады. Бір уақытта келдік, көзіңізді ашыңыз, дейді. Ашса, бір үйге келіп тұр екен. Бір келіншек босана алмай қиналып жатыр екен. Өзінің ырымын істеп, әйелді босандырады. Баланың кіндігін кесіп, шомылдырайын, су әкеліңдер, депті. Сөйтсе, бір шара сүт әкеліпті. Сол сүтке шомылдырып отырып қараса, шара өте таныс көрінеді. Жан жақтағыларға білдіртпей, қолындағы сақинасын сүтке салып жібереді. Баланы орап, құндақтап болған соң қайтайын, депті. Үй иелері оған үлкен қапқа, қазы қарта, жал жая салып, баяғы жолмен үйіне әкеліп тастапты. Баяғыдай көзін ашса, өзінің үй екен. Аттылар ғайып болып кетіпті. Қорқып ұйықтамай жатқанда таң атады. Орнынан тұрып, көрші үйге барса, түндегі өзі көрген беті ашық бір шара сүт тұр екен. Ол сол үйдің әйеліне болған жайды айтып, шарадағы сүтті адам баспайтын жерге төктіреді. Төксе, сүттің түбінде өзінің сақинасы жатыр екен. Сондықтан түнде сүт болсын, су болсын, беті ашық қалмасын деген үлкендердің өсиеті осындайдан қалған екен. Қазыналы оңтүстік кітабынан. Оқыған Гүлбибі Әбусайыл қызы.